Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, құрметті шәкірттер, бүгінгі өтетін тақырыбымыз сәбәб мәт. Сәбәб мәт дегеніміз не? Сәбәб мәт дегеніміз мәт әрпінің бір әріптен артық созылуына себеп болатын белгілер. Сәбәб мәт өз ішінде екіге бөлінеді. Бірінші хамза, екінші сүкун деп. Сүкун ләзим дегеніміз не? Сүкун ләзим дегеніміз әуелден бар, бұрыннан бар, үнемі тұратын сүкунді сүкун ләзим дейді екенбіз. Мысалы, мына жерде қаф әрібін ашатын болсақ, қаф дегенде соңғы әріп фә әрібі. Яғни қаф, қаф дегенде фәнің үстінде сүкун бар. Сол сүкунді сүкун лазым дейді екенбіз. Яғни мына жердегі фәнің сүкуні бұрыннан бар, үнемі тұрады. Өзгермейтін сүкун болғандықтан осы сүкунді сүкун ләзим деп айтады екен. Екінші мысалды айтатын болсақ, даллә деп кеп тұр. Осы жерде де шәддәлі ләм тұр. Мұнды қарайтын болсақ, ләм әріпінің үстіндегі шәддә ол екі әріп бар деген сөз. Бірінші ләм, яғни даллә дегенде бірінші ләм ол сүкунді. Сол ләмнің сүкуні әуелден бар, үнемі тұратын сүкун болғандықтан бұл жердегі сүкунді де сүкун ләзим деп айтады екенбіз. Сүкун арыз дегеніміз не? Сүкун арыз дегеніміз харекетті әріптерде харекеттің орнына пайда болған сүкунді сүкун арыз дейді екенбіз. Мысалы, настаину, настаину деп оқылады. Бірақ осы жерде біз тоқтағандықтан настаин деп мұна харекет, дамма харекетін түсіремізді, орнына мынадай сүкун қоямыз. Яғни, харекетті әріптердің орнына пайда болған сүкун деп, осы сүкун арызды айтады екенбіз. Осы жерде біз настаин деп тоқтаған сүкуніміз сүкун арыз екен. Настаин. Мысалы, настаину деп біз Фатиха сүресі оқығанда Ияка набуду ва ияка настаин деп тоқтаймыз. Сол жерде тоқтау белгісі бар. Яғни аят бітеді. Настаин деп. Ол жерде негізі настаину деп жазылады. Біз сол жерде тоқтағандықтан настаин деп сүкун қоямыз. Яғни сол сүкунді сүкун арыз деп айтады екенбіз. Сүкун арыз әр қашан тоқтау белгісі келгенде ғана орындалады. Құрметті жамағат, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.